Барлығын атағыда ескерткім келеді. Соңғы кезде интернетте сектант және құранит шайтанның құлы Кемал Юлдаш есімді адам белсенділік танытып жатыр. Бейнебаянның соңында оның ессіздігі туралы видео бар. Исламның барлық бес тіректерін орысша айтқанда столпы дейді ғой, столпы толығымен жоққа шығарып, Құранда ол туралы бірде бір сөз жоқ дейді. Ол сәлат сөзінің намаз екенін, пайғамбардың Алланың игілігімен сәлем болсын ешқашан намаз оқымағанын, сүннетті де ешбір хадисті де қабылдамайтынын, пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға мойынсұнуды жоққа шығаратын алға тартады. Ол намаздың пұтқа табынушы зороастризмнің қалдығы екенін айтады. Құранда қажылық пен умра жоқ екенін, қажылық пен умраның таза арабтардың бизнесі екенін айтады. Сондай-ақ Құранды өз әдісімен аударып жатқанын да айтады. Айта берсе, адасушылығы өте көп. Оның бос сөздерін сауатсыз мұсылмандар тыңдап басқаларға таратуда. Өйткені ол арабша сөйлеп, Құранның араб тілінде өзінді келтіреді. Сондықтан сауатсыз адамдар оны діни сауатты адам екен деп есептейді. Құранитте соншалықты сауатсыз екенін ойламаппын. Осылай айтқан адам біз білетіндей исламнан баяғыда шығып кету керек еді. Мен оның мұсылман екеніне сене алар емеспін. Бәлкім Алланың дұшпандары қаржыландырып жатқан шығар. Өйткені оның аузымен ібілістің өзі сөйлейді. Ол хадистерді елемей аяттарды шайтан айтқандай түсіндіруде. Ол мұсылмандар арасында шайтанның рөлін атқаруда. Сондықтан шайтанның мынағынан сақ болыңдар. Шамасы шайтан оның бетіне зәр шығарып қана қоймай, Құран оқып, одан ештеңе түсінбеу үшін нәжісін екі көзіне жауып тастаған шығар деп ойлаймын. Что означает совершать хадж по Корану? Ну, в Коране говорится «атиммуль хадж». Атимму – завершить. Завершить хадж – это значит завершить цикл. Цикл – это вот календарный цикл. Начинается от весеннего равноденствия. Там они фиксируют один хадж. Потом через 6 месяцев фиксируют еще другой хадж. Есть еще и промежуточный хадж. Вот эти 3 хаджа. Ахмад Г. Кемал, салам алейкум. Валейкум ассалам, Ахмад. Коран что говорит про подчинение пророку Мухаммаду? Ничего не говорит. Полное подчинение во всем или подчинение только в том, что касается Корана? Нет, ничего не говорит.